Сәлем, алдымен өзіңді таныстырып өтсең. Сәлем, менің атым Маржан, 8-ші сыныпта оқимын. Бос уақытыңды немен айналысқанды ұнатасың? Бос уақытымды пайдалы өткізуге тырысамын. Кітап оқып, шығармашылық жұмыстармен айналысамын. Сонымен қатар, мектепшілік іс-шараларға белсенді қатысып, өзімді жан-жақты дамытуға ұмтыламын. Қандай кітаптарды оқыған жақсы көресің? Мен тарихи және көркем әдебиетін жақсы көремін. Әсіресе Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы мені ерекше әсерге бөлейді. Сонымен қатар фантастика, мотивациялық кітаптар да маған қызықты, себебі олар маған жаңа идеялар мен шабыт береді. Сен үшін білімнің маңызы қандай? Білім болашақтың кілті. Көп оқып, көп ізденген адамның ой өрісі кеңейеді, және де арманына жету мүмкіндігі артады. Сондықтан мен білім алуды ең маңызды құндылықтардың бірі деп есептеймін. Болашақта қандай мамандықтың иесі болғың келеді? Мен болашақта өз білімім мен тәжірибемді халық игілігіне жұмсайтын маман иесі болғым келеді. Адамға өз пайдасын тигізетін, қоғамға үлес қосатын кәсіптің иесі болу менің басты мақсатым. Өте керемет, көп рахмет.